жердегі өкілі деген мағына. Қазақстан Республикасы Біріккен Ұлттар ұйымына қашан мүше болды? 1992 жылы мүше болды. Қазақ ханының негізін қалаған жайындағы айтқан тарихшы. Дулати. Бүркітті баптайтын адам. Құсбегі. Керей хан қайтыс болғаннан кейін хан тағына кім отырды? Бұрындық отырды. Шығармашылық жұмыс бірінші топ бәйтерек тобы тәуелсіздік жылнамасы. Жазылыш yok, немене? Сегізден секірген, я? Қақтың секірген? Айман. Мен білем, жаза берсейін. Алаңға. Қашан туған сен, бірден өлемін. Төбесі деген қай айтады еді қазақша? Жоғарғы. Үйдің төбесі қай айтылады? Шатыр. Шатырдан секірген. Тоқтама орында. Бұл көне Түркістан. Түркістан қаласы Шымкент қаласынан 170 км қашықтықта орналасқан. Қаланың шығысы тарихи Отырар, солтүстігі Кентау қаласы және Созақ аудандарымен шектеседі. Деген медициналық жағынан дамыған болады. 2003 жылы ауылды қолдану жылы болды. Ресей мен Қазақстанның арасында сауда-саттық жылы болады. 2003 пен 2004 жылдар аралығында. 2005 жылы ұлы жеңіске 60 жыл толған болатын. 2006 жылы Қазақстан Республикасының тәуелсіздігінде 15 жыл болды. Ауданы Ақжарсық ауылында дүниеге келеді. Және де 1985 жылы ол музыкалық училищеге оқуға түседі. Және де соңғы деректер бойынша ол 1986 жылы жатақхананың 5-ші қабатынан құлап түседі. Келесі оқушы. Оқушылардың барлығы сыныпта деген деңгейі жақсы деңгейде, барлығы белсенді қатысып отырды. Енді екінші турдағы 100-ден жүйрік туры бойынша айырмашылық болды бұл жерде. Таныстыру кезеңі, бірінші кезеңде барлық топқа 5 ұпайдан бірдей теңге ұпай берілді. Екінші турда Бәйтерек тобы 8 ұпай, Жалын тобы 8 ұпай, Болашақ тобы 9 ұпай. Үшінші турда 100-ден жүйрікте Бәйтерек тобы 170, Жалын тобы 145, Болашақ тобы 225 ұпай жинады. Шарықтау үшінші турда барлық ұпайға теңдей бағаладық. 10 ұпаймен жалпы әр топтың ұпайын есептейтін болсақ, Бәйтерек тобы 193, Жалын тобы 168, Болашақ тобы 249 ұпаймен бірінші орынды иеленді. Екінші орын Бәйтерек тобы, үшінші орын Жалын тобы. Құтты болсын, барлықтарыңызға сәттілік осындай белсенді қатысып сабақтарыңызға дайындалып жүріңіздер. Бәйтерек тобы. Жалын тобы.